маленьком придонке и мальчишки, и девчонки, из по 200 грамм зубчатки пили наши полки. Должен он бежать и прыгать, все хватать ногами, прыгать, а иначе он сорвется, гора помахает его. Каждый новенький ребенок вылезает из него, светяется повсюду и находится везде. Он всегда рано учиться, он ужасно огорчится, если что. Anasından keşfim saydı. Seni röncüttüm. Mümin. Anашым, кешірші бізді. Кешірші, анашым, енді құтырмаймыз. Anашım. Kешірші. Anашım. Кешірші, Anашım kешірші. Енді тыңдаймыз. Мына бөлімге. Қайталанбайды. Anашım. Anашım. Kешірші. Anашым, кешірші. Anашым, біздер жақсы көреміз. Anашым. Жарайды, бір жолға кешірейін. Бұдан кейін бұзық болмаңдар. Мынау, Жарайды anашım. екеуің де, мынау, тынышыңдар. Бұдан кейін өкпелетсеңдер, в общем өкпелейді. Жарайды anашım. Ал енді тынышыңдар, ештеңе бүлдірмеңдер. Anашım. Biz analarмен gülegimiz келеді. Аналар сендерге Аналармен билесек бола ма? болмайды, болмайды. Anашım. Аналар сендерге қорқады. Қорқпаңыздар. Тимейміз сіздерге. Ben үйретешім. Анашым. Бірдеңені. Білдірмейсіз? Тыныш білесіңдер ма? Иә. Әлем білесіңдер ма? Иә. Жарайды. Ана деген баласын не істемейді. Бәріне де көнеді. Кәнеки аналар, мен балдармен билеңіздерші шығып. Шына бейретеді. Шық. Айгүл шық. Олар бұзық болмайды. Шықсаңыздаршы. Шықсаң неге қорқасың? Әлі билеріңді үйретіңдер. Зубчатки пили наши полки. Мен үйретем. Он всегда Анашым, анашым. огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Прыгать, все хватать ногами, прыгать, а иначе он сорвется, гора помахает его. Каждый новенький ребенок вылезает из него, светяется повсюду и находится везде. Он всегда рано учится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг. Қойыңдар балда. Не болды мынау енді? Билейіңдер. Анау. Anашım kешірші бізді. Кешірмейін екеуіңді де. Мен емес мынау. Мына басыр. Арпаден билейміз де не қылды? Бәрін бүлдірдіңдер. Ұят болды, аналардан ұят болды ғой. Күшті биледі ғой. Күшті биліңдер. Аналар, мен балалар, мен осындай кешіріңдер. Сәл тәртіпсіздер еді. Сен екеуі мына жерде тақ бүлдірмей тұрғанда келді. Anашım қалай Всегда в маленьком ребенке и мальчишки, из по 200 грамм зубчатки пили наши полки. Должен он бежать и прыгать, все хватать. Өте тамаша керемет. Өте тамаша, иә балалар? Маймылдар өте керемет өнер көрсетті, иә бізге? Шалқып тасып әніміз, жарасынды жанымыз. Аналарды құттықтап, би билейміз бәріміз. Сүйікті аналар, сіздерге біздің кішкене қыздарымыздың гүлдер биін қабыл алыңыздар. Кәне гүлдер.